Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен 5 минуттың ішінде осындай тәтті жасауды үйренеміз. Бізге ол үшін қажет бисквит үгінділері немесе печеньені үгітіп алсақ та болады. Осыған қант ұнтағын және какаоны қосамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары май, сүт және мен ванилин қостым. Ванилин міндетті емес. Сосын осы массамызға орехо қосып жасадым. Сіздер мейіз, шоколад қосып жасасаңыздар да болады. Енді барлығын жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Міне осындай болып шығады. Енді бұны қолымызға алып, дөңгелек етіп немесе ұзынша етіп формаға келтіреміз. Ингредиенттердің нақты мөлшерін видеоның астында описанияға жазып қоямын. Басқа да сұрақтарыңыз болса, онда комментарияға жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Енді біздің картошкамызды әсемдейміз. Ол үшін бисквит үгінділерін, кокос түйіршіктері мен вафлин үгіндісін мен қолдандым. Үйдегі кез келген әсемдеуге болатын заттарды қолдансаңыздар болады. Тіпті бисквиттің өзінің үгінділерімен де әсемдесек, өте әдемі болып шығады. Осылайша бисквиттен қалған қамырымызды тиімді пайдаланып, 5 минуттың ішінде осындай тәтті картошка жасауымызға болады. Сіз де жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Егер де рецепттер ұнап жатса, онда каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Жаңа рецепттерге дейін сау болыңыздар.